Кешіре берсең, қадірің қалмайды екен. Сыйлаған сайын, иілген сайын, қадіріңе де жетпейді екен. Шалқайғанға шалқай, төбең көкке жеткенше, иілгенге иіл, басың жерге жеткенше. Берер тәңір талап қылсан, не табарсың қарап тұрсан, мұратқа тез жетерсің, оқығанды сабақ қылсан, күніне 5 ойлағанды тамақ қылсан. Алған сабағың біреу болсын, тоқуы мың болсын. Ренжімеші ешкімге, мен дегенде ренжімеймін ешкімге. Маған да енді ренжімесін ешпенде. Өмірдің ақ пен қарасы, кімнің бар бұған таласы? Қарашы маған, қарашы, тағдырдың қанша бағасы. Көп кезде күліп жүремін, тұрса да жылап жүрегім. Өмірдің алтын қағидасы, ешкімнен ештеңе күтпе, өзіңе сен жағдайыңды түзеп алсаң, сенімен бәрі туыс онсыз да. Аяғын шалынса қасыңда, көлеңкен ғана сенімен қалады. Барлық адамға мейіріммен, құрметпен қарауға тырыс. Тіпті саған дөреліккілік көрсеткендерге де сыйластық таныт. Олардың сыйлауға тұратын адам болған үшін емес, сен сыйлауға тұратын адам болғаның үшін. Қасында жату төсектес болды дегенді білдірмейді. Кек алмау кешірді дегенді білдірмейді. Жаныңда болмау сүймейді дегенді білдірмейді. Адамдар бар, жасар түрлі айласын, ойлап қалған өз басының пайдасын. Шаруасы бітсе, оған бәрі бір. Сен кімсің, не істеп жүрсің, қайдасың? Адамдар бар, шын досындай жүретін, себебі ол ақшан барын білетін. Қиындық қылсан, бір сәт кезігіп, жан жолдасың қас жауын боп күлетін. Сені сүйген жан о болса да жұт, сені сүймеген жан бал болса да ұмыт. Адам бойындағы бағалауға лайық қасиет ақыл емес, қайта сол ақылды басқаратын қасиеттер: мінез, жүрек, мейірімділік, таза ой. Пайда жоқ бұл заманда толы достан, жақсы ғой жұртпен сирек жолығысқан. Біреуге серігім деп сене қалсан, алдымен саған соның өзі дұшпан. Алла ауру берсе емімен береді, қиындық берсе шешімімен береді. Ол пендесінің иығына ешқашан өзі көтере алмайтын жүкті салмайды. Маңызды адамдар менің ойымда, сүйікті адамдар жүрегімде, қымбатты адамдар дұғаларымда. Ал кейбір адамдар әрі ойымда, әрі жүрегімде, әрі дұғамда.
тәкаппарлықты жеңген адам сүйкімді болады. Ашу-ызаны жеңген адам көңілді болады. Ашкөздікті жеңген адам бақытты болады. Нәпсіні жеңген адам ақылды болады. Шын дос, ол бетіңе сен туралы шындықты барлығын айтады. Сен туралы ойын білдіреді. Ал барлығына сенің керемет адам екеніңді айтады. Кім мықты, сонымен шынық. Сүйуге болмайтын болса да сүй. Басқалар осалдық танытқан жерде мықты бол. Сонда ғана жеңілістің дәмін татпайсың. Әрқашан жеңесің. Жүрек гүл секілді. Оны күштеп аша алмайсың. Ал өз қалауымен ашылуы керек. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе. Өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге. Қайта тұрып, қақым бар жүгіруге. Адам есейсе де ішінде бала болып қала береді. Әр қиын жағдайда сол баланың даусын естуге тырысыңыз. Егер сіз онымен байланысты үзіп алсаңыз, өміріңіз қиындап кетеді. Анағұрлым қиын тиетін қайта тәрбиелеу жұмысына оралмау үшін әуелден дұрыс тәрбие беруге тырысу керек. Жалпақ әлемді аузына қарату үшін рухани ерлік керек. Жалпақ әлемге қысылмай, қымтырылмай қарау үшін рухани байлық керек. Өзімізді бақытсыз деп сенуіміздің себебі басымыздағы бақытымызды тірлікпен алысып жүріп байқамауымызда. Нағыз шынайы достан алмас сияқты аса қымбат әрі сирек кездеседі. Жалған достар күзгі жапырақ тәрізді аяқтың астында. Өткенге көп көз сала бермеңіз. Болашағыңызға қайғырыңыз. Біздің баста мақсатымыз тым алысқа көз салу емес. Өзіміз көре алмаған жерге дейінгі қамымызды ойлау білу. Өз қателігіңді мойындауға батылың жеткенде ғана оған кешіріммен қарауға болады. Мақтау мен масаттану, дауыссыз мойындаудың күнгей беті де, күндей мен қызғаныш көлеңке беті. Кен пейілдік таныту мүмкіндігі туып тұрса, ол жағына ұстазыңызға да жол беріңіз. Көп білсе де өзін ақылды етіп көрсетуге тырысатын жігіт мақтауға лайық. Нәпсіне ерген адам адасады. Енді жатса да тұрса да оның жолдасы шайтан болады. Ашу шандық адамды бір сәтті ақмаққа айналдырып жібереді. Ағайын жат болады, алыс болса. Жатта жақын болады, таныс болса. Дұшпан түгіл достарың табалайды. Аяғын бір нәрсеге шалыс басса.
жаманнан туған жақсы бар. Адам айтса нанғысыз. Жақсыдан туған жаман бар. Бір аяқ асқа алғысыз. Егер үнемі шындықты ғана айтатын болсаңыз, сізге ештеңені есте сақтап жүрудің қажеті жоқ. Бір күні өлім келетінін мойындай білу керек. Мәңгілік көктемді армандауды доғарыңыз. Жаз бен қыста бақыт сыйлайды. Жақсының жақсылығы сол болар. Жаман менен қосылып сөйлемекке ар етер. Жаманның жамандығы сол болар. Сөйлесе бетін қара етер. Егер сіз өзіңіз туралы жақсы зат ойласаңыз, өзгелердің өзіңіз туралы не ойлайтындарына басыңызды қатырмайсыз.